Менің өмірім үлкен қаланың қарбаласында басталды. Бала кезімнен анам мені орыс мектебіне беріп, жақсы білім алуымды қадағалады. Сабақтарымды үздік оқыдым. Ал үйімізде орыс тілі үстемдік ететін. Тек әкем ғана қазақша сөйлейтін. Ол ауылдың таза ауасымен тыныстап өскен жан. Анам болса қаланың қызы. Ол қазақ тіліне жақын болмағанымен өз салт дәстүрін сыйлап қадірлейтін. Жаз айлары жақындағанда әкем бізді ауылға жіберетін. Ауыл мүлде басқа әлем. Табиғаты шексіз сұлулыққа толы. Адамдары кең жүректі, шынайы. Ауылға келгенде ата-әжемнің жылы құшағы мен дархан дастарханы бізді қарсы алатын. Олар біз үшін арнайы сақтаған сары май мен сүрленген еттің дәмі тіпті ерекше еді. Сол тағамдардың иісі мен дәмі бала кезімнің ең жарқын естелігі болып сақталды. Ауылдың таңдары да өзгеше. Күн сәулесі терезеден сығалап кіріп, құстардың әсем әуені оятатын. Бау-бақшада ойнап, таза ауада еркін тыныстау бұл қала өміріндегі таптырмас бақыт еді. Ауылдағы әрбір сәт жан дүниемді байытып, жүрегімде мәңгілікке із қалдырды. 10-шы сыныпты аяқтаған соң жазғы демалысымның қызығын ауылда өткізуге бел будық. 3 ай бойы ауылдың табиғатына, масаларына және қызықты сәттеріне қанық болдық. Күндіз күннің астында жүріп, масаға таланғанымыз аздай. Кеш батқанда ағамның қызы екеуміз көшеге шығатынбыз. Көрші қыз-жігіттермен жиналып, ауылдың шағын дискотекасына барамыз. Ол жердің қарапайым, бірақ көңілді атмосферасы бізге нағыз демалыс сыйлайтын. Мен сол кездері кешкі уақытта душқа түсу әдетін шығарып алдым. Ауылдағы кешкі салқын ауа, күннің қызуы басылған сәт маған ең қолайлы кез болып көрінетін. Бірақ әжем бұған қатты алаңдайтын. Ойбай, кеш батқанда суға түспе, шынырып кетесің. Жындар көшіп жүреді бұл уақытта деп шырылдайтын. Мен болсам, әжемнің бұл сөздерін баланың қиялына теңеп елемейтінмін. Қайдағы жын, қайдағы жын ұру деп күлімсіреп қоя салатынмын. Бір күні әжемнен тығылып, тағы кеш батқанда душқа түсуге бел будым. Әжемнің ескертуі құлағымда жаңғырып тұрса да, бәрі жай ғана ойдан шығарылған нәрсе деп, өзімді жұбатып, душқа қарай бет алдым. Ауылдағы душ, мал қора мен бақшаның қиылысында, көзден таса жерде орналасқан. Қараңғылық қоюлана бастаған уақыт. Әдеттегідей судың астында тұрғанында кенет ішімде түсініксіз бір үрей пайда болды. Біреу мені сырттай бағып тұрғандай күй кештім. Бірақ оған мән бермей көңілімді басқаға аударуға тырыстым. Судың астында тұрып ойымды жинақтап бола бергенде айналада беймәлім тыныштық орнады. Құстардың шырылы да, малдың дыбысы да сап тыйылғандай. Сол сәтте бүкіл денемді әлде бір қорқыныш сезім билеп алды. Енді сүртініп жатсам, кенет арт жағымнан біреу мені құшақтағандай болды. Тоқтай қалдым. Бейтаныс дене менің денеме тиіп өтті. Оның жылылығы жоқ еді. Тіпті мамық секілді жұмсақ бір нәрсе. Қолымды созып ұстамақ болдым. Бірақ ештеңе таппадым. Жүрегім атқақтап, демім жиілеп кетті. Қорқыныштан аяқ қолым қалтырап душтан жүгіріп шықтым. Артыма да қарамастан үйге қарай бет алдым. Әжемнің жынырып кетесін деген сөзі санамда қайта-қайта жаңғырып, дәл қазір сол сөздер қаншалықты шындық екенін сезгендей болдым. Сол оқиғадан кейін бойымда біртүрлі сезім пайда болды. Әдеттегідей емес, өзімді тұйық ұстап, ешкіммен сөйлескім келмеді. Тамаққа да тәбетім болмай, бөлмемнен шықпай қойдым. Әжем мазасызданып, жанымнан шықпай, бір жерің ауырып тұрма, қарағым? Әлде бірдеңеден ұшынып қалдың ба деп қайта-қайта сұрай берді. Мен жауаптан қашып, бәрін жоққа шығара бердім. Бірақ ішкі дүниемде бір нәрсе мазалап, маза бермей тұрғандай еді. Түн болды. Көзім ілінгенмен ұйқым тыныш болмады. Бірде денемді ауырлық басқандай болды. Тыныс алуым қиындап, біреу жанымда тұрғандай сезіндім. Көзімді ашсам, ештеңе жоқ. Бөлмем қараңғы, айнала тыныш. Бәрі түсім шығар деп өзімді жұбатып қайта ұйықтап кеттім.
Түсімде душтың жанында тұр екенмін. Әдемі, сымбатты бір жігіт қарсы алдымда күлімсіреп тұр. Оның қарасы сондай өткір. Маған қадала қарап тұрғанда көзімді ала алмай қалдым. Түсімде екеуміз бір-бірімізге ғашық екенбіз. Жүрегімде бір жылы сезім пайда болды. Бірақ сол сәтте әлдебір қорқынышта жүрек түкпірінен бас көтеріп тұрды. Кенет оянып кеттім. Бірақ сұмдықты сол кезде түсіндім. Мен шынымен де төсегімде емес, душтың қасында тұр екенмін. Аяғым тас суық жерде, жан-жағым қап-қараңғы. Жүрегім дүрсілдеп, қорыққаннан бар даусыммен шыңғырып жібердім. Сол сәтте үйден адамдардың шұғылдана жүгірген дыбыстары естілді. Мен түнде далаға шықсам, қасыма адам ертіп шығатынмын. Жалғыз өзім шыққан емеспін. Туалетте душқа жақын болды. Үйдегілер мені туалетке шықты деп ойлады. Бірақ олай емес еді. Әже, мен өзім далаға шыққан емеспін. Өзім таңғалып тұрмын деп айтсам да ешкім сенбеді. Түсімдегі жігітпен кездестім деп айтуға ұялдым. Әжем болса, қарағым-ау, неге жалғыз өзің далаға шығасың? Қорқып қаласың ғой. Нұргүлді неге оятпадың? Деп байыз таппай сөйлеп жүр екен. Мен үндемедім. Түсімдегі жігіт жылы айтқым келіп тұрса да айтуға ұялдым. Түсімде ол жігітпен душтың жанында кездесіп тұрғанымыз анық есімде еді. Оның көз қарасы, менің оған қарап қатып қалғаным. Тіпті жүрегімде бір белгісіз сезім оянғандай болды. Бірақ мұның бәрін айтып шындық деп сендіргім келген жоқ. Түн, тағы да сол ауырлық. Үстімде біреу жатқандай. Қозғала алмаймын. Көзімді ашуға қорқамын. Бөтен біреудің лебі бетімді сипап өткендей. Жүрегім дүрсілдеп, тынысым тарылып барады. Ақырын бар батылдығымды жиып көзімді ашуға тырыстым. Аштым. Бірақ ешкім жоқ. Бәрі тыныш. Қасымда жатқан Нұргүлдің қорлығы ғана бөлмені жаңғыртып тұр. Ішімнен өз-өзімді жұбатамын. Жетер, деймін. Әжемнің ескі әңгімелерін ойлап қорыққаным ұят қой. Қайтадан көрпені бүркеніп ұйқыға кеттім. Бірақ бұл түн тыныштық сыйламады. Тағы түс көрдім. Әлгі жігіт, сымбатты көздері жанып тұрған, жүрекке жылы жүзді жігіт қайта түсіме кірді. Мен оны көрген сәтте-ақ жүрегім езіліп еріксіз ғашық болдым. Ол қолымнан ұстап, баяу қадаммен мені душтың қасына қарай алып барды. Жүрегім алып ұшып, не боларын білмей, соның еркіне көніп тұрмын. Менің жарым боласың ба? Деді ол сыбырлап. Маған тесіле қарап. Дауысы жұмсақ, бірақ маған тым шынайы естілді. Қуаныштан жүрегім жарылардай боп кідірместен. Иә, сені қатты ұнатамын, деппін. Түстегі сезім шынайы өмірден де анық әсерлі еді. Түсімдегі сымбатты жігіт, егер менің жарым болғың келсе, мына алқаны мойныңа тағуың керек деп, алтын алқаны қолыма берді. Мен қуанып, ол алқаны мойныма таққан бойда, тұншығып, әлгі сымбатты жігіт кәдімгідей құбыжыққа айналды. Ол алқа емес, арқан екен. Қалай оны алғанымды білмеймін. Жаным шығып, арпалысып жатсам да, оның түк басқан денесімен екі мүйізін көрдім де, есімді жоғалттым. Сол күні мені жеңгем құтқарып қалған. Түнде дәретке шыққанда, менің душқа кіріп бара жатқанымды көріп, айқайласа да қарамаған екенмін. Содан бәрін оятып душқа кірсе, мен асылып, аяқтарым тарылып, қиналып тұр екенмін. Ағам мені көтеріп, жабылып құтқарыпты. 2 күннен соң ғана есімді жиыппын. Қасымда отырған екі имамның Құран оқығаны таң қалдырды. Басында өзімді өліп қалдым деп ойладым. Әжем жарықтық, ботадай боздап, атам оны сабырға шақырып жатқан сөздерін келесі бөлмеден естіліп тұрды. Маған жынның еркегі кірген екен. Ол менің мүсініме ессіз ғашық болғанын айтыпты. Тіпті мені өз әйелі ету үшін мені бұл өмірден қоштасуға мәжбүр еткенін әжем байғұс жылап айтып берді. Әжем, енді душқа түссең, іш киіміңмен түс, жалаңа түсуші болма, деп шегелеп тұрып ескертті. Бірақ сол күннен соң ауылдағы душ бұзылды.
Мен сол бір оқиғадан соң ауылға баруға қорқып қалдым. Арада қанша жыл өтсе де, бұл оқиғам есіме түссе, денем тітіркеніп, қорқып кетемін. Күн батқанда шомылуға, ұйықтамауға үнемі өзгелерге ескертіп, айтып жүретін болдым. Аман болыңыздар. Қазақтың ырым-тыйымын еш уақытта жадымыздан шығармайық. Әңгіменің соңы.